Құдайды шынымен жақсы көрудің ең белгісі дейді да, түнгі намазға тұрып Құдаймен сырласу дейді. Түннің 3/1 бөлігінде Алла тағала аспан әлеміне түседі. Бірақ енді аспан әлеміне өзі түседі деп тұрған жоқ, Алланың рахымы түседі. Сонда не дейді? Алла тағала айтады екен, кім бар екен сұрап жатқан, кешірейін. Кім бар екен сұрап жатқан, берейін. Ол кезде біз бақсып ұйықтап жатамыз да. Сөйтіп не істейміз? Бізде күндізгі 11-де тұрып аламыз да, Құдай бермейтін уақытта. Алла қаяқтан бай бола береді үшін деп, таңда тұратындар бар ғой, соларды айтты. Осылар қаяқтан таба береді, түсінбесің осыларды деп же. Ұрлай ма деп қой. Жоқ, олар ұрламайды. Олар таңда ерте тұрады. Пайғамбар таң намазының сүннетін оқыған адам жер бетіндегі ең бай адам деген еді ғой. Не үшін айтқан десек, Пайғамбар екінші хадисі бар екен ғой. Таңның уақытында Алланың періштелері жер бетіне рызық несібе шашады дейді. Сол кезде ояу болғандар үлесін алады, ал ұйқыда жатқандар махрұм қалады дейді.